đâu hết Gülmira Kunduz Ağaydın Akgül Ağaydın Подругами Гүлді салды.
туындаған мәселе Bunu da жаңағыдай бір үш топ айтып өткендей, яғни оны жеке-жеке де алуға болады. Мысалы, дауыстап түсініп алуға болады, немесе рөлге бөліп балаларға оқу деген секілді, немесе жаңағы абзацты мысалы теріп өту, яғни мәтінді негізгі ойы одан кейінгі жаңағы басы ортасын соған байланысты уже кемеу ретімен не берілген бірінші мақал берілген. Мақал берілген, иә, мақал берілген. Осы мақалда, мына жерде мақалда сандар бар. Осы сандарды біз кемеу ретімен
орналастыруымыз керек. Сол кезде киім ретімен орналастырғанда мақал шығады бізде. Сағаттар беріліп тұр, сол сағаттар бөліктерге бөлініп тұр, бөлшектерге. Енді сол бөлшектер арқылы біз балаларға, А оқушысы енді өзім сөзімді айта берейікші, енді А деп айтамыз. Uzandık boyunca. Неге батыс қалмайды? Себебі неге? Çünkü bir kadın kapatıyor. İki bölümün başında batısın batısın. Ama batısın taktiği var. Büyük o. Қайырлы күн. Мен Екімбетова Ағайдың Сапарбайқызы. Мен біліктілігімді арттыру үшін өрлеу біліктілікті арттыру институтына келдім. Мен бір күнімді таныстыратын боламын. Біздің күнделікті күніміз облысымыздың жан-жағынан келген әріптестерімізге бір-бірімізге сәттілік тілеуден басталады. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі күндеріңізге баршаңызға сәттілік тілеймін. Бұл курстың педагог мамандарға берері көп. Себебі курста үйреніп жүрген әдіс тәсілдің барлығы да болашақ заманауи ұрпақты тәрбиелеуде маңызға ие. Біздің бүгінгі тақырыбымыз қозғалысқа байланысты есептер. Бұл сабақтың мақсаты есептерді шешу алгоритмі мен әдістерін құру. Қандай қиындықтар туындайды? Тапсырмада не айтылған? Модельдеу не үшін қажет деген сынды сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Ол үшін топта әртүрлі тапсырмаларды орындаймыз. Біз топтық тапсырмаларды орындай отырып, әріптестерімізбен тапсырмалардың құрылымдық мәнін аша отырып, сұрақтан сұрақ тудыру арқылы оқушының түсінгенін өз бетімен шешу үшін жол ашуға болатынын түсіндік. Үйрен, өзгеге үйрет дегендей, мен бұл курста өткен барлық әдіс тәсілді болашақта өзімнің тәжірибемде қолданатын боламын. Осылайша менің курстағы бір күнім аяқталды. Өз-өзімді жетілдіруге, кәсіби шеберлігімді арттыруға тағы бір қадам жақындадым.
әр сабағы болып өтіп тағылым, әр шәкірттің оятатын танымын деп, ұстаздық жолында өз білімімді дамытудамын. Міне бүгін өрлеу біліктілікті арттыру институтында курстан өтіп жатырмын. Ендеше курстағы бір күнімнің қалай өтетінмен сіздерді таныстырайын. Курста біздер психологиялық ахуалмен бастаймыз. Бүгін молекула әдісі бойынша топқа бөлініп логикалық тапсырмалар орындадық. Әрі қарай жұптық жұмыс барысында әріптестерімнің пікірін тыңдай отырып, ойымызды тоғыстырып, жауабымыздың дәлдігін таптық. Бүгінгі курста мәселенің түйінін шешуді үйрендім. Курстан алған білімімді әрдайым насихаттап жүруге дайынмын. Білімімді шыңдауға мүмкіндік жасаған өрлеу біліктілікті арттыру институтына алғысым шексіз. Үйдің баласындай болып бәріміз басымыз бірігіп курсты аяқтауға шыққан жатыр. Бір-бірімізге бауырласып қалдық, жақсы көріп жатырмыз бір-бірімізді. Енді осы курсымыз жақсы аяқталып, жақсы нәтижемен сертификатымызды алып, ауылымызға аман есен бәріміз өз жанұямызға барайық. Дендерің сау болсын барлықтарыңыздың да. Қызықтағандарыңыз, бала шағаларыңыз болсын, еңбектеріңіз жана берсін.